Ал Қарағанды облысы Қарамұрын ауылында мектептің бұрынғы директоры білім ордасының жарты ғимаратын меншіктеп алған. Құжаттарын рәсімдеп үлгерген әйел бәрі заң аясында деп отыр. Ал кезінде үкімет салған мектептің дәлізінде оқитын бүлдіршіндердің ата-аналары мемлекеттік нысанның қалай жеке қолға өткенін түсінбей жүр. 300 отбасы бар Қарамық ауылында жалғыз бастауыш сынып мектебі бар. Кезінде 50 балаға салынған білім ордасында бүгінде 18 оқушы оқиды. Жекенің қолына өткеннен бері бүлдіршіндер мектептің дәлізінде дәріс алатын көрінеді. Кесірінен 2 күннің бірінде ауырып, сабақтан қалады. Тұрғындар егер шенеуніктер мемлекеттік нысанды бөтеннің қолына оп-оңай ұсынбаса, перзенттеріміз көштен қалмас еді дейді. Халықтың школы, халықтың клубы, халықтың дом культуры, халықтың моншасы. Кто имеет право приватизировать? Я не понимаю, с кем она от приватизация вступит это? Ал 18 жыл бұрын мектептің жартысын өз меншігіне өткізіп алған бұрынғы директор, міне мына кісі өзіне шаң жуытпай, мен болмасам қаңырап қолды болар еді дейді. Онсыз да жылуы мен суы жоқ нысанның жалғыз әжетханасында аумағына өткізіп, балаларды сыртқа жүгіртеді екен. Бірақ ол әрекетін ерсі деп тұрған жоқ, керісінше бір бума құжатын арқалап алдымызға жайып салды. Кірдім. Сол арқылы мен мектепті сақтап қалдым. Солай жұмыс істей бердік. 2007 жылы приватизация жүргізді. Тағы да мен барып сөйлестім. Комиссия мүшелері созывать етілген, міне бәрі осында бар. Ал мемлекеттік нысанды жекенің қолына көз жұма берген жергілікті атқамінерлер келісім бойынша Камшат Сүлейменова 2016 жылға дейін мектепті паналайды дейді. Содан кейін ғана қайта жөндеу жұмыстарын бастамақ екен. Камшат Васильевнаның қолында делегационный комиссияның шешімі бар, қос актісі бар, техпаспорт бар екен. Оны біз тексердік, сосын уведомление бар оқысын. 20 жыл бұрын 3 бөлмені өз қаржысына жөндедім деген директор бүгін шық десе, үкіметтен ештеңе талап етпеймін деп отыр. Бірақ оған дейін ғимараттың дәлізінде балалар дәріс алып, екінші бөлмеде қарапайым отбасылық өмір жалғаса бермек. Гүләзия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, арнайы Қазақ Ньюс үшін Қарағанды облысынан.